Сәлем достары, сіздермен Дәулет Бисұлтанов. Менің алдыңғы 4000 подписчигі бар каналым блокқа түсіп қалды. Сондықтан жаңа каналды қайтадан аштым. Осы каналға жазылыңыздар. Бүгін сіздерге тағы бір ақша табу схемасымен бөліскім келіп отыр. Ол сайт арқылы пассивті түрде ақша табуға болады. Видеоны толығымен көріп, 1-5 минут уақыттарыңызды осы видеоға бөліп, жаңа оңай табыс түрін үйреніңіз. Қазіргі уақытта интернеттен жақсы ақша табуға болады. Осы мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Достар, жаңа схемаларды бірінші болып білу үшін осы каналға подписка жасаңыз және колокольчикті басуды ұмытпаңыз. Комментарийға қай қаладан екеніңізді жазыңыз. Ал сайттың аты Drift деп аталынады. Экономическая игра с выводом денег. Осы сайт арқылы қалай ақша табамыз және қалай жұмыс жасайды, сол туралы айта кетемін. Біріншісі регистрация. Одан кейінгі задача көлік сатып аламыз. Өзіміздің таксопарк және каршерингті дамыту арқылы, көліктерді жалға беру арқылы пассивті түрде ақша табуымызға болады. Қазір сіздерге барлығын толығымен көрсетемін. Және осы сайтта вопросы и ответы бар, сұрақ-жауап, өздеріңіз оқуларыңызға болады осының барлығын. Келесі кезекте бізде последний выплаты, яғни адамдар осы сайт арқылы міне 25 апрель қанша ақша тапты, соның барлығы көрсетілген. 12 рубль, 9 рубль. Тимур деген адам 1503 рубль тапқан екен. Ол дегеніміз теңгемен 8600 теңге. Ары қарай 4 рубль, 51 рубль. Ендігі кезекте бізде быстрая регистрация. Осы жерге өздеріңіздің введите логин немесе никнеймдарыңызды жазасыздар. Одан кейін имейлдарыңызды өздеріңіздің жеке, введите пароль, одан кейін повторите пароль, создать аккаунт дегенді басамыз. Осы сайт арқылы біз екі схемамен жұмыс істей аламыз. Бірінші сол пассивті түрде, екіншісі серфинг сайтов. Қазір сіздерге толығымен көрсетемін. Бірінші схема бізде таксопарк. Өздеріңіз көріп тұрғандай, менде қазір таксопаркта 11 машина бар екен. Ары қарай көрсетейін. Осы жерден біз машиналарды сатып аламыз, купить за 10 рублей. Ол дегеніміз 55 теңге, немесе 550 теңгеге осындай машиналарды сатып алып, осы арқылы пассивті түрде ақша табуымызға болады. Менің қазір жеке кабинетінде для покупок 57 рубль бар екен, одан кейін для выплат 110 рубль. Міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, пассивті түрдегі баланс таксопарка 16-да 59. Міне әр секунд сайын ақша табылып жатыр. Собрать прибыль деп басуға болады. Қазір көріп тұрғандарыңызда 110 рубль бар екен. Собрать прибыль деп басамын. 127 рубль болды. Одан кейінгі келесі бізде каршеринг. Каршерингта менде қазір 2 Volkswagen Polo бар екен. Олардың бағалары 49 рубль, 50 рубль деп айтуға болады. Ол дегеніміз 280 теңгеде болады бір машинасы. Осы жерде де менде пассивті түрде 8 рубль ақша жиналып қалыпты. Собрать прибыль деп басамыз. Міне для выплат 136 рубль ақша менде қазір бар екен. Ал енді келесі ақша табу схемасы, сол жақта заработок дегенге басамыз. Одан кейін серфинг сайтов. Мына жерде бізде 31 задание бар екен. Серфинг сайтовқа бастық. Міне достар, көріп тұрсыздар, әрбір сайтты көресіздер. 40 секунд күту керек мына жерде 30 секунд. Осы заданияларды орындап, оплата за просмотр. Осындай ақша табуымызға болады екен. Осы заданияларды орындап, одан кейін өздеріңізге машина сатып алуларыңызға болады. Міне, таксопарктан. Қазір мен тағы машиналар сатып аламын. 57 рубль бар менде. Hyundai Solaris деген купить за 10 рублей. Міне біреу, екіншісі, одан кейін үшіншісі, төртіншісі және бесеу. Енді менде автотаксопарке 16 болды. Ақша одан да тезірек түсетін болады. Егерде достар, сіздерде осылай машиналарды тезірек сатып алып ақша тапқыларыңыз келсе, для покупок дегенге басамыз. Мына жерде сумма пополнения өздеріңіз толтырасыздар, одан кейін өздеріңіздің карталарыңыз немесе Kiwi арқылы, Payer кошелек арқылы осы жерден машиналар сатып алуға болады екен. Менің история операциямды көрейік. Выплата заработка 101 рубль осы жерден таптым. Одан кейін 52 рубль Payer кошелекқа шығарып алдым, одан кейін 54 рубль. Қазір менде счетымда 136 рубль бар, сол ақшаны да қазір шығарып аламын. Для выплат деп басамыз. Одан кейін Payer кошелекті таңдаймын. Сумма выплаты 136 рубль, заказать выплату деп бастым. Выплата произведена в автоматическом режиме. Достар, история операцияға кірдім. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңызда міне 25 апрель күні маған 136 рубль ақша төленді. Менің жаңа каналыма жазылуды және де колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Осы каналда сіздерге аптасына 2 видеодан шығып тұрады. Жаңа схемалардың барлығын сіздерге бірінші болып көрсетемін. Сондықтан да подписка жасаңыздар достар. Көп рахмет сіздерге.